Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін барлығы сөзсіз ұнататын печеньелар дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет сүзбе қажет болады, сары май, қант, қопсытқыш, жұмыртқа, шымшым тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен сүзбемізді үлкен ыдысқа салып, оған барлық ингредиенттерді біртіндеп қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып тоңазытқышқа алып қоямыз. 15-20 минут өткен соң жаюға кірісеміз. Ең алдымен осылай екі бөлікке бөліп алдым. Келесі осындай бөліктерге бөліп шықтым. Одан кейін өзіңізге ыңғайлы ыдысқа қантты салып, видеода көрсетілгендей пішінге келтіреміз. Және әртүрлі басқа да пішіндерге келтіріп жасасаңыз болады. Келесі қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минут шамасына салып аламыз. Мінекей осындай өте әдемі, дәмді печеньелар дайын болды. Жасап көріңіздер.